Абай Махмеде шығармашылық тобының шаһарымыздағы сайлауға дайындық барысын бақылау Семей қаласының номері 32-ші мектебінде орналасқан номері 173-ші сайлау учаскесіне жалғасты. Бүгінгі күні учаскедегі сайлауалды дайындық қызу жүруде. Учаске хатшысының айтуынша, барлық тұрғындарға сайлауға шақырту хаттары таратылған. Прямо сейчас находимся в 173-м избирательном участке на базе 32-й школы. Здесь подготовка к выборам идет полным ходом. Доступна информация о кандидатах, а также права и обязанности голосующего. Кроме того, для инвалидов будут предоставлены специальные условия. Енді біздің сайлау учаскесі Семей қаласында Докучаева 57 мекен жайында орналасқан. Қазіргі күнде барлық сайлаушылардың саны 2260. Оның ішінде бірінші рет сайлауға келмекші 18 жасқа толған тұлғаларды 18 адамды қазір іріктеп отырмыз. Сонымен қатар үй аралау нәтижесінде қаламыздағы номері 173-ші сайлау учаскесі мүшелеріне 6 адам үй жағдайында дауыс беруге өтініш жазған. Енді бізде үй жағдайында дауыс берем деушілердің саны қазіргі күні заявление бойынша, яғни өтініш бойынша 6 адам. Бірақ былтырғы жылы референдум кезінде бізде 15 болған. Әлі де жұмыс жасап, қосатын адамдарды қосатын боламыз. Біз енді толық қазіргі кезде ақпараттық құралдарды толық алдық. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай біздің сайлау учаскесі қазіргі кезде толық дайын деуге болады.